Ақиқи мұсылманлар жамины өзінің екінші еві деп сая. Айшы ханым бойлы ахлақи мұсылманлардан бірідір. Аллахның евінде оның көңілі екінленмеген тұрмыштан ве қасеветтен ратлана. Левхамызның қараманы 39 яшында. 25 жылдан зияде о айлесі ile бераберлікте Құрман қасабасында яшай. Бір ел евелсі о Құран оқымаға өгіренмек істегенini білдірді. Дини курсларның ожасы Хайруниса Яглыева бұл күнлерні зевқінен хатырлай. Бір күн келді яныма, айта, Харис аблаг дей, мен Құран оқымаға өгіренмеге істейм, ажаба менде олачақ мы, мен бежережем мы, тілім келішежек мы, деп менден сұрады. Мен оғалы бақтым, дейм, Айше сен істейсің ме озын? Пек істейм, авес етем, өгіренмеге істейм, дей. О zaman Başlayıq dedim, ama dedim. Men dedim böyle bir ocayım, merhamet yok. Azıcık katı bir ocayım, çünkü acımayım bu zamanlarda, bu vakitlarda insanların. Yani insan öğrenmeye istese, her şeye katlanacak. Kur'an tilini öğrenmek için azıcık gayret көрсетecek. Айшы ханым балалықтан церебраль паралич хасталығından азап чеке. О қиынлықнен лафете еді. Шуның үшін курсларға қатнамаға қарар беріп оламады. Қыз дайма араб уруфатында оқымаға ве язмаға öğrenmek isteyеді. Бұл тілге sevgini оңа қарт бабасы ашлады. Юджи Раббимізде қиын лафетіп олған инсанға шу евлия Құран-ы Керимні оқып олмаға қалбіні açtı. Аллаху самед. Лем елид ve lem yulad. Хайруниса ожаның айтқанына көре, бірінші дерслерге оны бабасы сақатлар үшін арабачықнен кетіреді. Біраз вақыт кечкен сон, қыз яваш-яваш озы юру башлады. Құран бұл ади китап дегел. Мұсылманларның мұқаддес китабы бұтын дертлерінің дерманыдыр. Onu okuyuşunu dinlerken ben rahatlanam. Olsun, pek güzel laf etmese de, biraz utanıp okusa da, gene de onun bu er harfinde güzel bir şey var, güzel bir, nasıl sizge anlatayım, ayrı bir dünyası var. Onu okuğanından ben sevim onu dinlemeye. Böyle yakınca oturarım, kulaklarımı ona karşı ve dinlemekten zevk alırım. Olsun, en güzel bir şekilde hafız Kur'anlar gibi hafızlar okuyan gibi okumasın ama gene de onun bu alına bakmadan, bu durumuna bakmadan gene de pek güzel okuy. Айшы Акееваның азиз арзусы керчеклешті. Бүгінгі күнге о Құран оқый. Кеченлері Айшы ханым еминлікнен юрі башлады. Ве инсанлардан сақланмақны ұнута аята. Бір ай велсі де Айшы ханымның аятында да бір бақтылы вақия олып кешті. О ақайға шықты. Еш бір вақыт рухтан түшмейіп, қойылған мақсатқа еминлікнен адымламақ кереклігіні бойнуна ала. Фадиме Сейтмамут, Умер Мустафаев, Миллет үшін.